Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабақ ақылы мен күші сай деп аталады. Сендер осы сабақта өлең бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер және өзіңде сұрақ қоятын боласың. Мына суреттерге назар аудар. Бұл суретте кімдерді көріп тұрсың? Және бүгінгі сабақ не туралы болмақшы? Балалар, мынау суреттегі Қажымұқан аталарың. Қажымұқан ол алып күштің иесі. Ал мынау Жақсылық Үшкемпіров, ол да қазақтың палуаны. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы күш туралы болмақшы, е? Біз Қадыр Мырза атамыздың қазақша күрес деген өлеңін түсініп оқып көрейік. Сендер менімен бірге дауыстап түсініп оқыңдар. Күресуге тіленген бала болса білеммен, жасылмайса көгорай жұмсағырақ кілемнен. Қызыл болса керегі күш сынасып көрелік, шығыңыздар ортаға, жасаймын мен төрелік. Күшті күтіп жүреме, атып орда түрегел, тобықтан қақ, шалып жық, бірақ шаптан тіреме. Күштіге де асылы керек емес басырып, жата қалып сен оны жібер бастан асырып. Әдістің бір пайдасын көрмейсің бе, қайдасың, алып соғар күштіні асырғандар айласын. Білем, өжетсің, демек елге қажетсің, ақылы мен күші сай, азаматқа не жетсін. Мына бір тамаша өлеңді сендер дауыстап, мәнерлеп, түсініп, тағы да бір рет оқып шығыңдар. Сосын Қадыр Мырза аталарың күш туралы, қазақша күрес туралы қандай керемет өлең жазғанын суреттеп көріңдер. Күреске тек қана күш емес, ақыл да керек екенін білдіріп тұрған мына бір шумақты назарларыңа ұсынып отырмын. Күшті күтіп жүреме, атып ұрда түрегел, тобықтан қақ, шалып жық, бірақ шаптан тіреме деген шумақта күреске күш қана емес, күш керек, бірақ күшпен бірге ақылдың да керек екенін, айланың керек екенін айтып, нақты дәлелдеп отыр. Сосын балалар, сендер мына бір өлеңдегі қимыл әрекетті білдіретін сөздерді тауып, аяқтың қозғалысын сипаттаған жерін және дененің қозғалысын сипаттаған жерлерін тауып, қимылды білдіретін сөйлемдерді, сөздерді көшіріңдер. Тобықтан қақ, шалып жық, бірақ шаптан тіреме деген аяққа қатысты айтылған қимылдар. Ал жата қалып сен оны жібер бастан асырып деген ол дене қозғалысына қатысты айтылған сөздер екен. Және 11-ші беттегі суретке қарап отырып, сен 3 сұрақ құрастырып көр, және өзіңнің сұрағыңа өзің жауап беріп көр. Мысалы, менің сұрақтарым: қай күресші айласын асырып жатыр? Күресте қолды жерге тіреуге бола ма? Күрестің ережесін білесің бе деген сұрақтар құрастырдым. Ал сен қандай сұрақ құрастырдың? Балалар, егер біздің қазақстандық палуан әлемдік жарыста жеңіске жетсе, біз қандай сезімде боламыз? Әрине қуанамыз, бізді мақтаныш сезімі билеп алады, және олармен қосылып біз әнұранымыз шырқаймыз, е? Сендер бүгінгі сабақта өлең бойынша құрастырған сұрақтарға жауап бердіңдер, өздеріңде сұрақтар құрастырдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.